Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының салт дәстүрлері, әдеби тіл, дауыссыз дыбыстардың жазылуы. Сабақтың мақсаты сіздің білетініңіз қазақ халқының салт дәстүрлері, әдеби тіл, дауыссыз дыбыстардың жазылуы. Сіздің меңгеретініңіз қазақ халқының салт дәстүрлерінің құндылығы, әдеби тілдің түрлерінің ерекшелігі, дауыссыз дыбыстардың жазылу емлесі. Сабағымызды тапсырма орындаудан бастайық. Суреттерді дұрыс жауаппен сәйкестендір. Иә балалар, тапсырма орындауда сіздер салт дәстүрдің бірнеше түрлерімен таныстыңыздар. Енді білімімізді ары қарай тереңдету үшін берілген бейне жазбаға назар аударыңыздар. Атқа мінер баланың буыны бекіп, ат үстінде өзін-өзі ұстап отыра алатындай жағдайға жеткенде ашамай ерге мінгізіп үйрету дәстүрі. Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда, қуаныш болғанда, той қуаныш иесіне арнап қол жайып бата береді. Бесікке бөлеу, нәрестені алғаш бесікке салу рәсімі. Баланы алғашқы бөле үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Бет ашар. Қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі. Келіннің бетін ашушы жас келінді ауылдың ардақты адамдарына, күйеуінің ағайын туыстарына таныстыру шумақтары соғып салып айтуы шарт. Қыз ұзату. Ертеден келе жатқан екі елдің арасындағы екі жастың ағайын мен халықтың алдында баталып, отау құруға бастау болар салт дәстүр. Қырқынан шығару. Сәби дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткенде сүт тырнағы мен қарын шашы алынып, теңгелер салынған суға шомылдырылады. Сүйінші, қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Қуанышты сәттерді алғаш хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат немесе ақша беріледі. Сүндетке отырғызу. Бұл дәстүр бойынша ата-бабаларымыз ер балаларын 5, 7 не 9 жасында сүндетке отырғызады. Тұсау кесер. Сәби қас тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғымнан. Шашу. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ұлттық салт. Шашу айтулы, қуанышты жағдайларға байланысты шашылатын құрт, ірімшік, өрік мейіз, кәмпит жиынтығы. Бүгінгі күнде салт дәстүр қайта жаңғыртылып жатыр. Көптеген қазақ киносында салт дәстүрлер насихатталуда. Еркін Шәкірұлының қазақ киносындағы салт дәстүр мақаласын аудиожазбадан тыңдап, негізгі ойды анықтаңдар, ғаламдық мәселелермен байланыстырыңдар. Бұлым түймедегі тәсілі арқылы сұрақтар дайындаңдар. Қазақ киносындағы салт дәстүр. Кеңестік кезеңде қазақ киносының ең жемісті шақтары деп 60-70 жылдарды айта аламыз. Сол жылдары түсірілген фильмдерден ұлттық құндылықтарымызды көбірек байқаймыз. Ендеше қазақ киносы салт дәстүрлерімізді қалай насихаттады? Өткенге шегініс жасап, ұлтымыздың мәдениетіндегі классикалық туынды Қыз жібектен бастайық. Отана, тәу-тәу, өзіңе тапсырдым. Жер ана, тәу-тәу, өзіңе тапсырдым. Ақ төсек, тәу-тәу, өзіңе тапсырдым. Зер белбеу, тәу-тәу, өзіңе тапсырдым, дейді ана. Бұл Ғабит Мүсіреповтің сценарийімен түсірілген фильм. Мұндағы салттың маңызы қызын ұзату барысындағы ананың ақ тілегі. 70 жылдары қазақ кино өнерінің алтын тірегі саналған Гауһартас фильмі жарық көрді. Бүкіл одақтық тұсаукесері Мәскеу қаласында өтті. Фильмде қарапайым шаруаның шаңырағына келін боп түскен салтанаттың биязы мінезі, үлкенді сыйлауы және қайын інісіне ерке бала деп ат қойып, қалжыңдасуы қазақы мінезді танытады. Жамбылдың жастық шағы көркем фильмінде Жамбылдың бұрынға түн ішінде ұрын бару салтымен қатар қандайда бір істі бастамас бұрын жасы үлкен сыйлы адамнан бата сұрауы,
рұқсатын алу дәстүрі де жақсы көрсетілген. Дегенмен бұрымды атастырып қойған себепті Жамбыл атамыз өзі ұнатқан қыздан қол үзуге мәжбүр болады. 1978 жылы Әзірбайжан Мәмбетов пен Юрий Мастюгин Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романының желісі бойынша 2 бөлімнен тұратын кино түсірді. Фильм 1979 жылы Мәскеу және Ашхабад қаласындағы өткен кинофестивальдарда жүлделі орынға ие болды. Мұнда да сол кездегі қазақ қоғамында кездесетін жөн жоралғылар аздап көрініс тапқан. 80-ші жылдары жарық көрген «Шаңырақ» кинокартинасында ошақтың отын өшірмей, әкенің ізін жалғаған бала, туыстық қарым қатынасқа берік ағайынның тұрмысы, тағы да басқа салт дәстүріміз көрініс тапқан. Қазақ кино өнерінің кез келгенін қарасаңыз, одан тағылым мен тәрбие, салтымыз бен дәстүрімізді көре аласыз. Бүгінгі қазақ киносына жетпей тұрған тұсы да осы болса керек. Еркін Шәкірұлы. Балалар, енді сабағымыздың тілдік бағдар бөліміне тоқталайық. Тілдік бағдар бөлімінде 2 тақырыпты қарастырамыз. Бірінші, әдеби тіл. Өткен сабақта әдеби тіл туралы түсінікке ие болғанбыз. Бүгін әдеби тілдің түрлерімен танысамыз. Әдеби тілдің 3 түрі бар: сипаттау, баяндау, пайымдау. Сипаттауда зат пен құбылыстың негізгі мәнді белгілері айтылады. Баяндауда зат пен құбылыстың өзара байланысы сөз болады. Пайымдауда құбылыстың болу салдары мен себебі көрсетіледі. Тілдік бағдардың екінші бөлімі дауыссыз дыбыстардың жазылуы. Дауыссыз дыбыстардың жазылуын сіздер төменгі сыныптардан бері білесіздер. Енді тақырыптың тереңдей меңгеру үшін төмендегі тапсырмаларды орындайық. Төмендегі сөздердің айтылуын жазыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Х әріптері бар сөздердің жазылуын есте сақтай отырып, сөйлем құраңдар. Балалар, бүгінгі тақырыпты қорытындылау үшін салт дәстүр тәрбие негізі тақырыбында аргументті эссе жазыңыздар. Эссені берілген критерий бойынша жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.